Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Дина Мукатай. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз омыртқа грыжасы жайында. Жалпы омыртқа бағанасы денеге тірек болып, бастың және дененің қимыл қозғалысына қатысып, жұлынды қорғайды. Жалпы омыртқа бағанасында омыртқа денесі, омыртқа аралық диск, жұлын және нерв түбіршектері болады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, екі омыртқаның арасында шеміршек қабаты орналасқан. Оны омыртқа аралық диск деп атайды. Яғни бұл диск омыртқалардың қозғалғыштығын қамтамасыз етеді. Кез келген омыртқа аралық диск фиброзды сақинадан және ядродан тұрады. Фиброзды сақина ядроны сыртын қоршап тұратын, оны қорғап тұратын тығыз құрылым. Ал ядро серпімді, жұмсақ, былқылдақ құрылым болып табылады. Сіздерге түсінікті болу үшін келесі видеода омыртқа бағанасының анатомиясы нақты көрсетілген. Нақтылап айтқанда, екі омыртқаның арасында омыртқа аралық диск, жұлын, жүйке талшықтары, фиброзды сақина және ядро көрсетілген. Көбінде адамдар грыжа мен протрузияны шатастырып жатады. Әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, протрузия деп ядроның фиброзды сақинаға біраз кіруін айтады. Бірақ та әлі де оның ішінде орналасады. Ал грыжа деп фиброзды сақинаның жыртылып кетіп, ішіндегі ядроның фиброзды сақинадан шығып кетуін айтады. Келесі суретте қалыптыдағы диск және протрузия грыжа көрсетілген. Жалпы жүк көтерген адам қозғалғанда омыртқа арасындағы дискілерге түсетін күш бірнеше есе артады. Денеге түскен артық салмақ шеміршектерді қысып, олардың формасын өзгертеді. Ал салмақ шамадан тыс түскен жағдайда фиброзды сақина жыртылып, былқылдақ ядро дискінің сыртына шығады. Нәтижесінде грыжа пайда болады. Ортаңғы ядроның шығу бағытына қарай грыжаның клиникалық белгілері әртүрлі болады. Грыжа кезінде нервтердің қысылып қалуының нәтижесінде арқада, аяқта ауырсыну және аяқтың ұюы мазалайтын болады. Ауыр жағдайларда және жұлын қысылған жағдайда белден төмен қарай салданады. Сонымен қатар, үлкен және кіші дәретін басқара алмай қалуы да мүмкін. Диагностикасына келетін болсақ, пациентті МРТ-ға жіберіп, нақты диагноз қойылады. Грыжа кезінде операцияның алдын алып, 80% жағдайда жақсы нәтиже беретін негізгі ем физиотерапиялық ем болып табылады. Яғни электрофорез процедурасы тағайындалады. Нақтылап айтқанда, грыжа кезінде карипаин деген препаратты тұрақты токпен грыжа аймағына енгіземіз. Карипаин зақымдалған омыртқа аралық дискке толық әсер етеді. Грыжа кезінде осы процедураның 3 курсын алу қажет. Бір курста 15-20 процедура алады. Арада 1 ай үзіліс жасап, екінші, үшінші курсын алу қажет. Осы процедураның бірінші курсынан кейін қысылып тұрған нерв талшықтары босап, ауырсыну басылады. Аяқтың сезімталдылығы қалпына келеді. Екінші, үшінші курсында грыжаның көлемі кішірейе бастайды. Процедура ұзақтығы 20 минутқа созылады. Ем ешқандай ауырсынусыз жеңіл өтеді. Толық 3 курсын алып болғаннан кейін қайтадан МРТ-ға түсіп, жақсы нәтиже көруге болады. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.